Құрметті достар, қайырлы кеш. Бүгінгі сабақты, өткен сабақты шолудан бастағым келіп отыр. Өткен сабақта құндылықтар дегеніміз не деген сұраққа жауап беруден бастап, сосын құндылықтардың маңыздылығына тоқталған едік. Одан әрі құндылықтардың кісі бойында қалай қалыптасатынын сөз еттік. Ғылыми жаңалықтарды шолып шықтық. Құндылықты зерттеп жүрген ғалым Рокичтің жаттығу арқылы өз құндылықтарымызды анықтап алған болатынбыз. Құндылықтар туралы өткен сабақ ойға қозғау салды деп ойлаймын. Үй жұмысын алдым, біразыңыздан жақсы жасапсыздар. Отбасы құндылықтары әдемі етіп шығарып, жарға жабыстырып қойған боларсыздар деген үміттемін. Солай жасаңыздар, негізі жақсы құндылықтар үйлеріңізге тез кірсін десеңіз, құндылықтармен өмір сүруді өзіміз үйренбесек, мәселен, ненің маңызды, ненің маңызсыз екен жүрегімізден өткізіп толғанбасақ, өз басыңыздан да, отбасыңыздың өмірінде де өзгеріс болмауы мүмкін. Америкада оқып жүргенімде осы құндылықтарға қатысты сабақ алған болатынмын. Құндылықтарды түсіндіргенде бір мұғалім маған былай деді: бір жаман ауруға шалдықтыңыз деп ойлаңыз. Дәрігерге барасыз, дәрігер айтады, сіздің бір айдан кейін өмірден өтесіз деп айтты. Шошып кеттім, астағфиралла. Сосын мұғалім айтты маған: немен айналысасыз? Ал бір ай өміріңіз қалды дейді. Соңғы бір айыңызды қалай өткізесіз? Жұрт не деп ойлайды? Мына киім, болмаса ақша сізге маңызды бола ма, болмай ма, бір айыңыз қалатын болса деп. Сонда үстіме кәдімгі бір шелек су құйып жібергендей күйде болдым. Шынында да өмірдегі маңызды дүниелерді, яғни құндылықтарымызды түсіну үшін өмірдің ақырын не үшін күтуіміз керек деген ойда қалдым да, өмірдің соңында барып түсінеді екенбіз да. Сол кезде Абай атамыздың бір сөзі бар еді ғой, интернеттен тауып алдым да, соң қарап шықтым, қарап шықсам 4-ші сөз екен. Ол кісі бүйтеді: адам баласы жылап туады, киіп өледі. Екі ортада бұл дүниенің рахатын қайда екенін білмей, есіл өмірді ескерусіз, босқа жарамсыз қылықпен қор етіп өткізеді да, таусылған күнде бір күндік өмірді бар малына сатып алуға таба алмайды дейді. Құндылықсыз өмірді, демек, Абай атамыз осы жерде жақсылап суреттеп берген да. Өмірдің соңына дейін құндылығымызға мән бермейміз. Соңында қалың ұйқыдан жаңа шошып оянғандай, Абайдың айтатын да сол. Сондықтан да бұл курстың басқадан емес, құндылықтардан басталғаны да содан. Құндылықтарды біз анықтап алмай, оны өмірдің өлшеміне айналдырмай, қайталап айтам, өмірдің өлшеміне айналдырмай, бұл курс әсер етпеуі мүмкін. Сондықтан бұл мәселеге бейжай қарамаңыздар. Демек, өмірдің алғашқы ережесі дұрыс құндылықтарға сай өмір сүру. Дұрыс құндылықтарға сай өмір сүру. Бүгінгі тақырыпта аса маңызды құндылықтарымыз миссиямызды қалыптастырады. Ал миссиямыз өмірлік. Біздің күн мақсатқа себеп болады. Бүгінгі сабақты миссиядан бастаймыз, сосын миссиямызды айқындап аламыз. Миссиямызды анықтап алсаңыз, мақсат қоюда оңай болады. Одан әрі мақсат қоюдың маңыздылығын сөз етеміз, сосын мақсат қоюдың 3 қадамынан жүріп өтеміз. Мақсатты смарт деп аталатын талаптарға сәйкестендіріп үйренеміз. Ал мақсат қою жоспармен жалғасады. Миссиядан бастаймыз. Бұл сабақ миссия деген дүние өте маңызды өмірлік миссия.
миссия жазуға өткен сабақтағы құндылықтарыңыз көмектеседі. Себебі миссия бұл өміріңіз, өзіңіздің өміріңіз. Өмірден құнды не нәрсе бар? Кез келген өмірлік миссия мынадай сұрақтарға жауап береді. Бірінші сұрақ: маған не маңызды, не құнды? Өміріңізді өзіңізге маңызды, құнды дүниелермен өріңіз. Екінші сұрақ: өмірдің соңында қандай дәрежеге жеткім келеді? Адамдар мені кім деп білгенін қалаймын. Осыған қатысты бір әңгіме есіме түсіп отыр. Журфактың үш студенті, үшеуінің де аттары Бауыржан, біреу Бауыржан Омаров екенін білем. Бауыржан момышұлына барған ғой. Ол кісі: мен болсам нөмірі бірінші Бауыржанмын, сендер нешіншісіңдер деп сұраған екен. Егер сондай сұрақ қойылса, не деп жауап бересіздер? Қазақ баспасөзінің негізін қалаған, қазақ филологиясының бастауында тұрған деп баға беріп жатады ғой. Сіздер ненің бастауында тұрғыларыңыз келеді? Сондықтан өмірлік миссияны анықтап алу әсіресе оқушылар мен студенттерге өте маңызды. Қалған өмірді мазмұнды өткізу үшін, мәнді өткізу үшін. Міне, тек оқушылар мен студенттерге емес, әрине, әр адамның өмірінің кез келген аялдамасында анықтап алатын бір нәрсе болатын болса, ол өмірлік миссия. Зейнетке шығып, өз миссиясын тауып, жетістікке жетіп жатқан адамдар да жоқ емес. Миссияны анықтаудағы үшінші сұраққа көшейік. Үшінші сұрақ: қандай мұра қалдырғым келеді? Айталық, 100 жылдан соң сіздің мұраңыз қоғамға қалай қызмет етеді? Өнерде, мәселен, Құрманғазы атамыздың мұрасын концерт сайын тыңдаймыз ғой. Болмаса ғылымда, шығармашылықта, қайырымдылықта, кәсіпте, бала тәрбиесінде, тіршіліктің сан қырлы түрлі салаларында. Миссияңызды жазу алдында мынадай жаттығу жасайық. 80 жасқа толып жатырсыз делік. Алла тағала бәріңізге де сондай жас берсін. Туған туыстарыңыз сөз алып 80 жылдық мерейтойыңызда өмірде қалдырған ізіңізді, еңбегіңізді айтып жатыр деп елестетіңіз оймен. Қиял деген арғымақ деймі? Сол қиялмен барып қайтыңыз 80 жылдық мерейтойыңызға. Егер туыстарыңыз, балаларыңыз сізбен мақтанар болса, өмірде не жетістікке жетті деп мақтансын? Өз басын тойларға көп бара бермеймін. Бірақ кейде осындай мерейтойларға барып қалсаң, айтылатын тілектерде мазмұнды емес. Себебі мерейтой иесі шынында да өмірде мазмұнды еш нәрсе бітірмеген. Өмірде неге жұмсады? Қоғамға не пайда әкелді? Осы сұрақтар жауапсыз қалады да. Сонымен тапсырма мынадай: 60, 70, 80 жасқа толып жатырсыз. Осы 60 жаста бір адам есеп беретін кезеңі ғой. 63-тен кейін зейнетке шығады. 60 өзі еркектің орташа жасы 63, 64, әйелдердің орташа жасы 73, 74. 60-70 маңызы жоқ. Сіздің есеп берер мерейтойыңыз. Өзіңізге тілек жазыңыз. Сіз туралы не айтқанын қалайсыз адамдардың? 60, 70, 80 жылдық мерейтойыңызға тілек жазыңыз. Бұл жаттығу 10 минут уақыт беріледі. Үлгергенше жазыңыздар, үлгермесеңіздер сабақтан соң аяқтайсыздар.
Сонымен уақыт аяқталды. Соңғы нұсқасын маған жолдаңыздар. Бүкіл жұмысты жинақтап, өмірлік жолдама дәптерін береміз. Сол кезде сіздерге осыны ішіне салып, өмірлік өздеріңіздің тілектеріңізді жазып береміз соған. Енді мен өзімнің тілегімді оқып берейін. Күлмеңіздер. Күлсеңіздерді мен сіздердің күлкілеріңді естімеймін. Сондықтан Шыңғыс Мұханның 80 жылдығына тілек. Шыңғыс Мұханның өмірі бәрімізге өнеге. Қазақ мазмұнын дамытуға үлкен үлес қосуда. Мыңның үстінде кітап шығаруға мұрындық болды. Шығарған кітаптардың жалпы тиражы 10 миллион данадан асты. Мазмұндама да шығарған кітап қазақтың әр үйінің төрінде тұр. Қазақстанда мазмұндаманың кітабын оқымаған адам жоқтың қасы. Сол арқылы кітап оқу мәдениетін дамыта түсті. Өзі ашқан лидерлік орталықта миллионнан аса адам өмірлік сабақ алып, бір білім-білік үйреніп, қазір елдің экономикасы, мәдениеті мен өнері, ғылымы мен әлеуметтік саласында қызмет етіп жатыр. Шыңғыс Мұханның ағарту саласындағы бастамалары әрбір адамнан басталып, ұлттық даму қозғалысына ұласты. Өйдөйт деп қойыңыздар. Тілек қабыл болсын, әумин. Бәріңіздің тілектеріңіз жазған қабыл болсын, орындалсын. Осылай өздеріңізге тілек жазу арқылы өмірлік миссияда ескерілетін, жаңа ғана тарқатып айтып кеткен 3 сұрақтың бәріне жауап бердіңіздер деп ойлаймын. Менің тілегімде маған не құнды, не маңызды барлық қамтылған. Мені жұрт кім деп білгенін қалаймын. Ол да бар ішінде. Ең бастысы менің қалдырар мұрам бар. Сіздерде де солай болар деп ойлаймын. Тілек жазған негізгі себебіміз осы арқылы біз миссиямызды анықтаймыз. Ендігі келесі жаттығуға көшейік. Бұл жаттығу өмірлік миссия жазу деп аталады. Жаттығуды бастамас бұрын бірнеше өмірлік миссияны оқып бере кетейін. Бірнеше миссияны қазір қарасаңыздар слайдқа. Менің миссиям деп басталады. Жұмыста үлгілі қызметкер, отбасында сүйікті жар, жақсы ана болу, төңірекке шуағымды шашып жүру, сыртымнан жаман сөз ілестірмеу. Екіншісі үздік мұғалім болу дейді. Қысқа нұсқа, көрдіңіздер ғой. Өмірді адал әрі абыроймен сүру. Рак ауруына ем табу. Күшті миссия екен. Егер осы миссиясын орындаса, біраз халықты өлімнен, айтпай келген өлімнен арашалар еді. Менің миссиям жастарды тәрбиелеу. Мықты кәсіпкер болып халыққа қызмет ету. Бәрекелді. Мұқтаж жандарға көмектесу. Тереза ана деген кісі өткен ғой. Сол кісінің өмірін жаңағы адамдарға көмектесу. Сол кісінің миссиясы мен осындай. Әлихан Бөкейхановтың миссиясы: тірі болсам қазаққа қызмет қылмай қоймаймын. Міне көрдіңіз, ол кісі енді бұл миссиям деп бөлек алып қарамаған, бірақ сол кісінің осы сөзі ол кісінің миссиясы. Өмірінің мәнін анықтап тұр. Ал енді менің миссияма келейін. Менің миссиям мынадай: халықтың қабілетін арттыру арқылы ұлттың қуатын ұлғайту.
міне миссия осылай қысқа нұсқа болу керек. Жоғарыдағы сіздерге жаңағы оқып берген миссиялар бұл осы сабақты кезінде офлайн өткен сондай әртүрлі адамдардың миссиялары. Енді сіздердің миссияларыңызға қазір кезек береміз. Ал кеттік, 5 минут беріледі. Өз миссияңызды жазыңыз.
5 минут өтті. Әрине, миссия 5 минутте жазылмайды. Бұл жаттығуда сіздерге ой салдым ғой деп ойлаймын, ең бастысы. Бірнеше күн өз миссияларыңыз туралы ойлап жүресіздер. Шынында да менің миссиям қандай осы деп. Қайта-қайта өзгертесіздер оны. Бір тоқтамға келе алмасаңыздар, құндылыққа қайта оралыңыздар. Не құнды, маған не құнды, не маңызды деген сұрақты қайтадан қойыңыздар өздеріңізге. Себебі адамға не құнды, не маңызды, сол құнды, маңызды дүниелер миссияңызға айналса, сол миссияңызды орындау барысында, сол миссияңызды жүзеге асыру барысында шаршамайсыз, шалдықпайсыз, сізден энтузиазм кетпейді, мотивацияңыз толы болады, бойыңызда қуатыңыз толы болады. Осымен миссия сабағы, мына бүгінгі сабақтың миссия деген бөлімі аяқталды. Ендігі өтетін бөлім сабақтың мақсат қою маңыздылығы. Бұл осы келесі тақырып, мынау мақсат қою маңыздылығына кеңінен тоқталамыз. Өмірлік миссияңызды орындау үшін бізге алдымен мақсат қойып, соны орындап үйренуіміз керек. Сондықтан мақсат қою маңыздылығын бастайық. Слайдта қарап отырсыздар, міне. Еңбек демалысына шығып, мәселен, мен бір мысал айтқым келіп отырды. Еңбек демалысына шығып, жұмысқа қайтып келесіздер ғой, бір 2 аптадан кейін, тіпті 1 ай, кімде қандай демалыс бар. Болмаса мектепте балалар каникулға шығып кетеді, студенттер университетке, мектепке қайтып оралғанда бір өмірден сырт қалғандай, колеядан шығып қалғандай сезім болады ғой. Бірден кірісе алмайсыз ісіңізге. Сол сияқты өмірде кейде мақсатымызды ұмыт қалдырсақ, оның өзектілігін уақытылы арттырып отырмасақ, өзімізді бір қайраңда қалған қайық сияқты сезінеміз да. Өмір бір жанымыздан өтіп жатқандай, біз бақылаушы болып отырған сияқты, ондай белсенді қатысушы емес. Сондай күй кешкен күндер кімнің басында да болып тұрады. Не болмаса барымызды салып жұмыс істегендей боламыз, бірақ бір орында жаңағындай спорт залдарында велосипед бар ғой, бір орында теуіп тұратын. Сондай бір орында тұрғандай күй кешеміз. Неге? Себебі өмірден бізге не керек екен ой елегінен өткізіп, ой толғауға салып, нақты мақсат қойып алмаймыз да, нақты мақсат қойып алмаймыз. Егер кез келген мақсат адамның аңсаған арманынан, өмірлік миссиясынан бастау алса, оған жетуге адам ынтада, уақытта, ресурста, кез келген не қажет, сол мақсатқа жету, соның бәрін өзі табады. Сонымен мақсат не үшін керек? Мақсат не үшін керек? Бір қарапайым сұрақ сияқты. Атақты ғалымдар, табысты кәсіпкерлер, мықты спортшылар, жалпы жетістікке жеткен кез келген адам алдына мақсат қояды. Мақсатсыз жетістікке жету деген жоқ. Кездейсоқ болмайды жетістік деген. Бір Эйнштейн туралы әңгіме айтып берейін деп отырмын осы жерде. Себебі ол кісіні мен көп оқығам, ол кісі туралы. Оның өмірі жалпы біраз жастарға өнеге ғой деген ойдамын. Сол әлемге әйгілі ғалымның тағдыры қызық болған. Колледжге түсе алмай қалады тапсырған жылы. Түскен соң сабаққа келмейді. Сол үшін мұғалімдері оны жек көреді оқу орнында. Атарға оғы болмайды, университет бітіреді. Бірақ университетке мұғалім болып тұра алмайды оны жұмысқа ешкім. Сосын бір жерден жұмысқа тұрады әйтеуір. Бірақ енді ақшасы жетпей,
тьютер болып оқушылардың үйін аралап қосымша сабақ береді, нәпақасын солай қайырады. Бірақ ол кісі қамықпайды, ешқандай депрессияға түспейді. Себебі оны адамдар, материалдық дүние дым алаңдатпайды. Сонда одан оның сырын сұрайды ғой. Сіздің сырыңыз қандай? Біздің өмірде жалпы көп жолыңыз бола бермеген, бірақ соған қарамай жетістікке жеттіңіз дегенде. Эйнштейн айтады дейді, егер бақытты өмір сүргің келсе, адамдарға иек артпа, материалдық дүниеге иек артпа, мақсатыңа иек арт деген екен ол кісі. Ол Эйнштейн сонда мақсатымен өмір сүрген. Сол мақсатына жетті. Мақсат қою деген бір 4-5 қоянды бірден атып алу. Себебі мақсат қойсаңыз алдыңызға, өмір былай жеңілде өмір сүру жеңіл дейді. Біріншіден, өмірге бағыт бағдар береді мақсат. Мақсатыңыз нақты болса, белгісіздік күй кешпейсіз. Белгісіздік күй кешу деген жалпы өте жаман нәрсе. Тұманда жүргенде қайда бағыт алғанды білмейсіз, не істеріңізді білмейсіз деген сияқты. Екіншіден, күнделікті уақытыңызды тиімді пайдалана аласыз. Мақсаты бар адамдар уақытын өте тиімді пайдаланады. Басқа былай оң-сол алаңда уақыт жоқ та, ол кісінің бір мақсат, соған жету керек. Бос тіршілікпен айналыспауға тосқауыл қояды мақсат болу. Үшіншіден, егер мақсат болса, адам бойына өзіне деген сенімділік пайда болады. Бір нәрсені істейін ба, істемейін ба деп ойланып жүрмейді да, тіп-тіке тәуекелмен кірісіп кетеді. Себебі сенімді, мақсаты бар. Жаңағы білет қашан жетеді, не істеу керек екенін оны жету үшін. Төртіншіден, өмірден қажет нәрсеге қол жеткізу үшін не істеу керек екенін нақты білесіз. Мақсаты бар адамдар, жаңа айттым ғой, не істеу керек екенін нақты біледі. Өзіңізге қандай білік жетіспейтінін нақты білесіз. Осындай мәселен тренингтерге қатысқанда, әншейін қатыса салмай, оның мақсатыңызға жетуге жетіспей жатқан бір қабілетке ие болу үшін қатысасыз. Бесіншіден, осылардың бәрін орындау үшін күнделікті өмірде мотивация береді. Мақсаттың болуы мотивация береді, адамды ынталандырып отырады. Сонымен қатар мақсаты бар адамның өлшемі болады. Адамда бір өлшем болу дегенде өте үлкен бір ұғым. Нақты мақсат қою арқылы сол мақсатыңызға қаншалық жақындағаныңызды бағамдап отырасыз. Айталық, саяхаттап жолға шықсаңыз, барар жеріңізді белгілеп аласыз ғой. Алматыдан Астанаға аттансаңыз, қайда, қалай және қашан баратыңызды білесіз. Шамамен Алматы мен Астананың арасы 1250 шақырым жол жүру керек. Мәселен, Қарағандыға келгенде 1000 шақырым артта қалғанын, жаңағы алдыңызда 250 шақырым жүрсеңіз, мақсатыңызға, яғни Астанаға жететініңізді білесіз. Солай ғой. Астана мен Алматының арасы ары кетсе жарты күндік сапар. Ал өмір сапарында көбіміз қайда барғымыз келетінін, өмірден бізге не керек екенін біле бермейміз. Ол біздің кемшілігіміз емес, жалпы. Бізде мектепте де, университеттерде де, тіпті отбасында да алдымызға мақсат қойып үйретпейді ғой. Ал шетелдерде осындай арнайы сабақтар болады. Мақсат қою, оған жету. Енді мақсат не үшін керек деген сұрақты қорытындылайтын болсақ, мақсат өмірге бағыт бағдар береді,
уақытты тиімді пайдалануға түрткі болады, сенімділік пайда болады, не істейтінімізді білеміз, және өмірде мотивация береді. Ал мақсатты қалай қоямыз? Алдағы 20-25 минутымызды мақсат қоюды үйренуге жұмсаймыз. Кезінде мен осында бір сабақ алғам. Мақсатты қалай қоямыз деген сұрақты естігенде бәрі оп-оңай көрінді да. Не қалайсың, соны баратын жерің белгіле да, соны жүре бер, тоқтама, жетуге әрекет ет. Ал шынында мақсат қоюда үлкен өнер екен. Мақсат қоюды талай ғалымдар зерттеп, дәл осы екі сөзден тұратын тақырыпта талай кітап жазған. Бүге шүгесіне дейін зерттеген. Біз оған көп мән бермейді екенбіз шынында да. Мән бермегендіктен мақсат қоюдың талаптарын орындамаймыз да, нәтижесінде дұрыс мақсат та қоя алмаймыз. Қойған мақсатымызды орындамаймыз, жете алмаймыз. Өзіңіз ойлап көріңізші, қанша мақсат қойдыңыз? Қаншасы орындалды? Немесе дәл қазір жұмысыңыздағы мақсатыңыз не? Отбасындағы мақсатыңыз не деп сұраса? Нақты жауап бере аласыз ба? Жауап берсеңіз, сол мақсаттарыңыз қанша пайызы орындалды дәл қазір? Жартылай орындалды ма, бәрі орындалды ма? Осы сұрақты көп адамнан сұрадым. Нақты жауап бере алмады көпшілігі. Сонымен мақсат қою үшін 3 қадамнан тұратын қазір жұмысты бастаймыз. Бұл жаттығудың соңында өмірде қайда барыңыз келетінін, нақты қандай жетістікке жеткіңіз келетінін, ол үшін қайда бағыт алу керек екенін, нендей нәрселерге күш қуат жұмсау қажет екен білетін боласыз. Сонымен бірінші қадам мақсат қою, екінші қадам мақсатқа жету үшін жоспар жасау, үшінші қадам жоспарды орындау. Сонымен бірінші қадам мақсат қою. Бұл жерде өмірде не қажет жалпылама суреттейсіз. Айталық, алдағы 5-10 жылда неге жеткіңіз келеді? Мақсат қойғанда шынында өзіңіз мақтанатындай мақсаттар жөнінде толғаныңыз. Мақсатыңыз болса, күнделікті шешімдеріңіз бен іс-әрекетіңіз соған жұмсайсыз да. Мен бір кісіні танимын, әлем елдерін түгел аралап шығам деп мақсат қойған. Сол мақсатын орындау үшін кәдімгідей ақша жинап, оны жоспарлап, жазып, жылына бірнеше елге барып қайтады. Шыны керек, риза болам сол жігітке. Мақсатын жүйелі түрде орындайды. Жылда, айда, күнде. Спортшылар чемпион болам деп мақсат қояды. Не дейтін бір сөз бар еді ғой. Генерал болмайым деген солдат емес деген сияқты. Сол сияқты спортшыларда чемпион болам деп мақсат қояды. Ғалымдар жаңалық ашам деп мақсат қояды. Ал сіз өз қызметіңізде қандай шыңды бағындырғыңыз келеді? Өмір әрине бір саладан тұрмайды. Сондықтан өмірде бір мақсат болмауы мүмкін. Өмірдің әр саласында адамда бөлек-бөлек мақсат бар. Сондықтан келесі кестені мақсаттарыңызға толтырып шығыңыздар. Мен біртіндеп айта кетейін. Жұмыс, қызметте қандай жетістікке жеткіңіз келеді? Қызметте қай деңгейге өскіңіз келеді? Бөлім басшысы болғыңыз келе ме? Орынбасар, директор болғыңыз келе ме? Әлде бизнес ашқыңыз келе ме? Жұмыста қандай жетістікке жеткіңіз келеді?
Осы сұрақты қайта өзіңізге қойыңыз да, сол мақсат түзетін кезде, жұмыс деген бағаны толтырар кезде. Бір сетевой маркетингпен айналысатын досым бар. Анау әлгі қалай айтатын еді? Өздерінің бір деңгейлері болады ғой. Бір деңгейге жетсе миллион теңге айналам деген сияқты. Сондай өзіне мақсат қойған. Сол сияқты жұмысқа қатысты мақсатыңызды айқындап алыңыз. Ал жұмысыңыз болмаса, қандай жұмысқа тұрғыңыз келеді? Ол да мақсат жұмысқа қатысты. Екіншісі, қаржы. Қанша ақша тапқыңыз келеді? Немесе ақша жинағыңыз келеді? Қанша ақша жинағыңыз келеді? Бір жігіт бай болғым келеді дейді. Бай болудың критериясы ол үшін $1 миллион жинау екен. Сол сияқты қалтаңыздың мақсатын жазып қойыңыз мұнда. Білім. Қандай білім алғыңыз келеді? Қандай дағдыны игергіңіз келеді? Көлік жүргізгіңіз келсе, жүргізу куәлігін аласыз. Компьютерлік бағдарламаны айталық, питонды үйренгіңіз келсе, осындай осы жерге жазыңыз мәселен. Компьютерлік бағдарламаны игергім келеді, болмаса білімге қатысты кез келген мақсат. Мен мәселен Гарвардқа түсуді мақсат еттім. Жоқ, алдымен шетелде оқуды жоспарладым мен. Қазір айтам, қай жылы? 2005 жылы. Сол кезде дайындалып, алғаш рет болашаққа тапсырдым. 2005 жылы. Түсе алмай қалдым. Сол мақсатыма 11 жылдан соң 2016 жылы жеттім. Құласаң түйеден құла дейді ғой. 2014 жылы Гарвардқа тапсырдым, түсе алмадым. Осы мақсатты орындау мақсатында Америкаға бардым. Жарты жыл сонда жүріп, дайындалып, құжаттарым тапсырып деген сияқты. 2017 жылдың 8 наурызында түстім. Сол сәт әлі есімде. Себебі Америкаға отбасымызбен барғамыз. Азат деген баламызды емге апарғамыз. Бостоннан 50 шақырым жердегі қалашыққа поштама келіп түсті. Сотойды қарайым бетіп. Телефонын жалма-жан алып, ашып, жаңағы өлер алдында адамның бүкіл өмірі көз алдына өтеді дейді ғой. Сол сияқты бірер секундта басынан талай эмоция өтті да. Чекет ашып қалып едім. Телефонның экранынан бүйтіп гүлдер шығады ғой, интерфейстен сондай гүлдер шықты. Сосын ашықпай оқып шықтым. Түстіңіз дейді. Мен жалпы түсетініме еш күмәнім болмаған. Дегенмен бітпеген іс болған соң көңілде күдік бар ғой. Шамамен 3-4 кезі, ол кезде 3-4 кезі. Сол күні халықаралық әйелдер күні, және 2017-нің 8 наурызы ғой. Түсте әйелім мен балаларыма өлтіріп тұрып палау басып бергем. Келіншегім Майраны құттықтап, Майрада жаңағы ойбай түсіппін деген естіп қуанып жатыр. Көрдің бе, бізді жаңа қуантсаң, сен де қуанасың деп әзілшін араластырып. Шамал шығармашылық ауытқып кетіп отырмын қазір. Жаңа білімге қатысты ғой, Сан-Салыдағы мақсаттар бар, сол білімге қатысты мақсатымен сол шетелде оқу болған, ары қарай сосын Гарвардта оқу болып кетті. Ол мақсат күшейіп. Осындай арасында бір сторилерді қосып отырсам, сабақ сіңімді болады. Сонымен бұл пунктті, білімді қорытсақ, білімге қатысты мақсатыңыз жоғарыдағы жұмыс немесе қаржылық мақсаттарға жетудің де бір құрал ретінде көрсеңіз болады. Себебі бір жұмыс өсту үшін оқу керек деген сияқты. Тіпті қаржыңыз көп болу үшін де бір білік керек шығар сіздің жақсы табысты жұмысқа тұру үшін. Енді отбасы қатысты мақсаттар. Ата-ана болғыңыз келе ме? Қалай жақсы ата-ана болмақшысыз? Жұбайыңыз сізді қандай әке немесе ана ретінде көрген қалайсыз? Немесе балдарыңыз сізді қандай әке
болмаса ана ретінде көрген қалайсыз? Мінез құлық. Қандай қасиетіңізді өзгерткіңіз келеді? Қандай қасиетіңіз немесе ұстанымыңыз сізді кейінге тартып тұр? Абай атамыз ойға түстім, ойландым, өз мінімді қолға алдым, мінезіме көз салдым, тексеруге ойландым, өзіме өзім жақпадым дейді ғой. Сол сияқты қай мінез құлқыңыз өзіңізге жақпайды? Егер ондай болса, қай мінез құлқыңызды өзгерткіңіз келеді? Тағы да Абай атамызға сілтеме жасағым келіп отыр. Ол кісі айтады, Абай атамыз қазына ғой негізі, сарқылмайтын. Мына курстың барысында да ол кісіге талай сілтеме жасап отырмын. Ол кісі 37-ші сөзінде былай айтады. Мен егер закон қуаты қолымда бар кісі болсам, адам мінезін түзеп болмайды деген кісінің тілін кесер едім дейді. Сондықтан өзгермейтін нәрсе жоқ. Бәрі де өзгереді. Өзгеріс өз қолыңызда. Міне, мінез құлық Абай атамыз айтады, өзгереді дейді. Сондықтан қандай мінез құлқыңызды өзгерткіңіз келеді? Онда мақсат қойыңыз, өзгертіңіз. Мінез құлық деген не? Мінез құлық орысшасы поведение ғой, ағылшыншасы behavior. Қандай мінез құлық? Мінез құлық енді көп қой, мінез құлқымыз адамның. Ары қарай спорт, денсаулыққа қатысты мақсатыңыз. Спортта қандай жетістікке жеткіңіз келеді? Өткен жылы мен жүгірумен айналыстым. Марафонға қатысып көрмеген бұрын. Бірақ қатысайын деп мақсат қойдым да өзім алдыма. 2 ай дайындалдым. 10 шақырым жүгірдім. Шамамен 1,5 сағат жүгіресіз. 10 шақырым деген 1,5 сағат тоқтамай. Бұлай 5 минут тоқтамай жүгіріп көріңіз. Кәдімгідей демігіп шаршап қаласыз, көз қорқақ, қол батыр деп кірісіп кеттім. Сол Америкадан келген кезім, қолым бос, жаздың кезі. Ол мақсатты орындау үшін не істедім мен? Бірінші жаңа жоспарлап, не істеуім керек? Сол Марат Жыланбаев деген марафоншыдан сабақ алдым. Сол сабақ беріп жүр екен Астанада. Таңғы 5-те, 6-та, 7-де. Ол кісі жалпы Жыланбаев әлемнің барлық шөлдерін жүгіріп өткен ғой, кесіп. Талай рет Гиннес кітабына енген. Сөйтсем, қаласаң жалпы шаршамай жүгірудің тәсілі бар екен. Жалпы кез келген істі шынында да қаласаң, оны аз энергиямен көп жұмыс жасауды үйренуге болады. Сөйтіп оны үйреніп алып, жүгіріп шықтым. 10 шақырып, өте оңай болды. Бірақ бір мақсатыңа жеткен соңғы бір сезім күшті да, мынаны мен істедім деп жаңа чек-листте чик еткізіп қойып қалатын. Енді көздеп жүргенім 21 шақырым. Ал денсаулыққа келсек, мәселен, кім жас болып көрінгіңіз келе ма? Кім жас болып көрінгіңіз келмейді? Адам жалпы жасармайды ғой. Адам өзі туылғаннан бастап бір неше жасқа дейін, бір 20-дан кейін уже организм негізі қартая бастайды. Осы денсаулықты сақтап қалғыңыз келе ма? Қазір нешедесіз? Қазір енді денсаулығым осы жастағы денсаулығым мықты десеңіз, қазір соны сақтап қалғыңыз келе ма? Ол үшін не істейсіз? Бұл мақсатты орындау үшін осы мәселеге қатысты кітап оқып, мамандардың кеңестерін орындауыңыз мүмкін. Демалысқа қатысты мақсат. Демалыс қайда демалғыңыз келеді? Осы жыл Сарыағашта немесе Түркияда демалғыңыз келе ма? Ол да мақсат, демалыста мақсат. Бұрын кішкентай кезімізде демаламыз деп армандамайтын едік. Жаздың кезінде мал бағып жүретінбіз. Қазір біздің үйдің балдары осы жазда ан жаққа барайық, мын жаққа барайық деп қойды. Демалыстың мақсатын бізге жасап береді. Соны өзіміз іштей дайындалып жүреміз. Ендеше мақсат қойыңызда, соны орындаңыз.
мақсаттың қоюдың қайырымдылықпен аяқтадық. Негізі мақсаты осы міне нешеу 1 2 3 4 5 6 7 8 сала емес, енді осы өмірдің талай саласын талай мақсат қоюға болады. Мен негізгілерін өзім іріктеп алғам. Қайырымдылық. Бақсаңыз, мына жоғарыдағы 7 мақсаттың бәрі жеке бастың мүддесін көздейді. Адам кейде өзіне емес, өзгеге жасаған жақсылығынан көбірек ләззат алады. Қайырымдылық деген адам табиғатында бар нәрсе ғой, негізі. Қоғамға не істегіңіз келеді? Қоғамға не істегіңіз келеді? Міне осы жерде мақсат қоясыз. Америкада қайырымдылық деген қатты дамыған. Мен соған көзім жетті 2 жыл тұрғанда. Қайырымдылық жасау үшін қалталы болу шарт емес негізі. Уақытыңызбен де қызмет етуге болады. Уақытта ақша. Бірақ әлі затқа айналмаған ақша да уақыт деген. Бір күні кафедраға асығыс келіп, хатшы қызға бір қағаз тастап кетейін деп келсем, әлгі қыз жоқ. Бостонда ғой. Есігіне үй жануарларына арналған сондай приютқа кеттім деп жазып кетті. Бір липучка қызыл қағаздар бар жабыстыратын. Сондайды есігінің жақтауы бар, ағаш жақтау, ортасы терезе, сол терезеге тарс еткізіп жабыстырып кетті бұлыңғыр айнасына. Кейін сұрасам, аптасына 1 рет ол қыз сол иесіз қалған жануарларды сақтайтын жерге, иесіз қалған иттерді асырайтын жерге көмектеседі екен. Аптасына 1 сағат. Кейбір кісілер қарттар үйіне барып, қарттардың бөлмелерін жинап береді. Бір байқағаным, жұмысқа тұрарда, оқу орнына түсерде болмасында резюмелер болады. Сонда пәленбай жыл осындай қоғамдық қызметпен айналысқан деген пункт тұр. Біздің резюмелерді қарасаң, қоғамдық қызмет ескерілмейді ғой, ешкім жазбайды. Ана жақтан міндетті. Қоғамдық қызметпен айналыспасаңыз, сізді ешкім оқуға алмайды. Бұл қоғамға пайдасыз адам екен деп ойлайды. Бізде мұндай үрдіс кең тарамаса да, кейбір салаларда бар. Айталық, донорлық. Донорлардың өзін көрсеткіш бар. Пәленбай литр қан тапсырдым деп жатады. Міне, қайырымдылықты да мақсатқа айналдырыңыз. Бір адамды қуандырғанға қуанудың қуанышы ерекше болады. Ойбай, тапталой болып кеттім, 3 қуаныш қатар кетіп қалды ғой. Сіздерге енді тапсырма. Осы кестені толтырыңыздар. Әр қатарға бір мақсат белгілеңіздер. Екеуінде белгілеуге болады, бірақ мақсаттың көбейіп кеткен негізі жақсы емес. 5 минут уақыт берейік. Уақытымыз шектеулі. 5-10 жылға мақсат белгілеу әрине бір күннің шаруасы емес. Миссияны да белгілеу бір күннің шаруасы емес. Бірнеше күн мақсатыңыздың сол мақсат екеніне көз жеткізу үшін апталап уақыт керек болар. Басыңызда пісіп жетілу керек па, өзіңіз көзіңіз жету керек. Осы мақсат болды, мен осы мақсатым деп. Әрине мақсат өзгеруі мүмкін. Жете алмай жатсаңыз басқалай мақсат қоясыз, жетсеңіз тағы мақсат қоясыз. Мақсаттың да көкейтесті, өзектілігі жойылады әртүрлі мәселелерге байланысты. Тағы бір ескерту осы тапсырманы орындардың алдында. Мақсатыңыз шынында да өзіңіз қатты қалаған, жан тәніңізбен қол жеткіңіз келетін мақсат болуға тиіс. Ата-анаңыз, отбасыңыз, әріптестеріңіздің кеңесімен қалыптасқан мақсат болмау керек. Егер күйеуіңіз немесе әйеліңіз екеуіңіз бірге отырып мақсат қойсаңыздар,
ол тіпті отбасылық мақсат болуы мүмкін. Бірақ әйелің болмаса күйеуің таңған мақсат болмау керек та. Екеуің шынында да сол мақсатты қалаған, өздерің іштен шығу керек, ішкі қалауларыңыздан. Бір сөзбен айтқанда, мақсат таңылмасын, өз ойыңызда пісіп жетілген, өз жүрегіңізден шыққан мақсат болуға тиіс. Ендеше тапсырмаға кірісейік. 5 минут уақыт беріледі. Ең бірінші ойыңызға келген мақсатты жазыңыз, ең бірінші ойыңызға келген. Оны алдағы аптада әлі талай нақтылай түсесіз. Ендеше кеттік.
Мақсаттарыңызды түздіңіздер деп ойлаймын. Басталған іс жартылай біткен іс. Енді алға қойған мақсаттарды смарт талаптарға сәйкестендіреміз. Смарт мақсаттар дегенді естіген боларсыздар. Смарт деген ағылшынша ақылды дегенді білдіреді, ақылды. Бірақ оның мағынасы емес, бізге акронимі ретінде маңызды да, SMART. Кез келген мақсат мынадай 5 талапқа сай болу керек. Түсінікті болу үшін мысалдар келтіріп әрқайсысына тоқталайын. Мынау смарт сөзінің бірінші әріпі S, ағылшынша specific. Specific дегенді білдіреді. Specific деген нақты деген сөз. Яғни әр мақсат нақты болуға тиіс. Айталық, мақсатқа жету үшін мен оқимын. Айталық, мен оқимын. Мақсатыңыз. Мен оқимын. Оқу демек мақсат. Табысымды арттырамын. Бұл да мақсат. Міне осындай нақты болу керек та. Не істейсіз да? Не істейсің деген сұраққа нақты жауап беруге тиіс. Мақсат бақытты болам деген сияқты абстракция болмаған жөн негізі. Егер бақытты болам деген мақсат етсеңіз, сізді не бақытты қылады? Оқыған бақытты қылама, табысыңыздың артқаны бақытты қылама, көрдіңіз бе? Сондықтан мақсатыңызды анықтап алыңыз. Жалпылама пайымдарды миссияға жазуға болады, бірақ мақсатқа жазуға болмайды. Смарт деген сөздің екінші әріпі M. Measurable. Өлшенетін болуы керек. Мақсат өлшемді болу керек. Өлшемі болу керек та. Оқуды немен өлшейміз? Өлшейсіз. Жаңа мақсат қойдық қой, оқимын деп. Немен өлшейсіз соны? Оқуға түскенмен өлшейтін боларсыз, оқуға түскенмен. Ал табысты арттыру егер мақсат болса, оны қанша пайызға немесе есеге арттырасыз? Көрдіңіз бе? Мақсатыңызға жеткеніңізді білетін кез келген өлшем бұл жерде пайдалы. Енді жоғарыдағыдай мен жай оқимын емес, қанша кітап оқисың? Немесе қайда оқисың? Яғни оқуға түсесің бе? Табысты арттырам емес, табысты 2 есеге, 3 есеге болмаса 50%-ға арттырам. Жаңа тек оқимын емес, мен оқуға түсем. Міне осындай өлшемдер болу керек. Смарттың attainable, қолдан келерлік, қол жетерлік мақсат болу керек. Айталық, арман мен қиялдың арасында қандай айырмашылық бар? Арман, қиял. Қиял орындалмайтын ой. Айталық, мен айға ұшқым келеді. Келеді, бірақ мен ұша алмаймын ол жаққа. Attainable емес та, қолдан келмейді. Бұл қиял. Ал енді арманды айтайық. Арман дәл қазір орындалмайды. Бірақ болашақта орындалуы мүмкін. Мәселен, 10 жасар бала көлік жүргісі келе ме? Ол көлік жүргізу 10 жасар баланың арманы болса, дәл қазір ол орындалмайды. Бірақ жасы жеткен соң қол жетерлік мақсатқа айналады. Мінеке, көрдіңіз бе? Мақсат қолдан келетін нәрсе болған жөн. Мәселен, табысты 2 есеге өсірсем деп мақсат қойдыңыз. Ол үшін не істейсіз? Жұмысты 2 есе көп жасайсыз ба? Басқа жұмыс қарастырасыз ба? Мүмкін жақсы бағаланатын басқа бір кәсіп игерерсіз. Жалпы, осының бәрі қолыңыздан келе ме? Жұмысты 2 есе көп жасауға қолыңыздан келе ме? Уақытыңыз бар ма өйтуге? Болмаса өнімділікті арттыруға? Қабілетіңіз жете ме? Жетпесе, оқисыз деген сияқты. Жеткенше. Көрдіңіз ба? Келсе егер, қолыңыздан келсе, мақсатыңыз смарт талабың тағы бір пунктіне сай келеді. Attainable деген, қолдан келерлік деген. Немесе оқуға түсу үшін не істейсіз? Тестке дайындаласыз ба? Не істеу керек? Және не істей аласыз ең бастысы? Міне, қолдан келерлік дегеніміз осы.
Ең бастысы мақсатқа жету сіздің қолыңыздан келу керек. Көтере алмайтын шоқпарды белге байлағанның еш пайдасы жоқ. Смарт талаптың 4-ші пункті are relevant. Relevant деген ағылшынша орнықты деген сөз. Орынды. Мақсат қаншалықты орынды. Демек, былайша айтқанда, сізге бұл мақсат шынында да қажет пе? Көкейтесті ме? Әлі ерте емес пе? Мезгіл келді ме? Жалпы бұл мақсат сізге маңызды ма? Дәл қазір орынды ма? Осы сұрақтардың бәріне иә деп жауап берсеңіз, демек мақсатыңыз орынды деген сөз. Сондықтан кез келген мақсат орынды, relevant болу керек. Смарттың T соңғысы time bound, мерзімді. Әр мақсаттың мерзімі болу керек. Жаңа ғана арман мен қиялдың арасын ажыратып едік қой. Енді арман мен мақсаттың айырмашылығын айтайық. Арман, мақсат. Арман жаңа ғана айтқанымыздай әзірге қолдан келмейтін нәрсе. Бірақ ол келеді, ол қиял емес. Келеді бір нәрселер шешілсе мәселен. Жаңа балалардың көлік айдаймын деп армандағанын айттық. Бірақ кәмелетке толмаса ол арман орындалмайды. Ал кәмелетке толса, нақты қадамдар жасаса, ол мақсатқа айналады. Сол сияқты табысты 2 есеге 1 жылдың ішінде ұлғайтамын, немесе оқуға келесі жылы түсемін. Көрдіңіз ба? Әр мақсаттың орындалу уақыты болу керек. Екінші, бұл біз бірінші қадамды айттық. Бірінші қадам. Қазір 1 минут. Мені слайдтар. Бірінші қадам мақсат қоюды айттық, сөз еттік. Енді екінші қадам мақсатқа жету жоспарын жасау. Соны үйренеміз. Бірінші қадамды мақсат қоюмен аяқтасақ, міне жаңа ғана екінші қадамды жоспар жазумен жалғастырмақпыз. Үлкен мақсатты кішкентай мақсаттарға бөлеміз. Оны кішкентай мақсаттар деп емес, жалпы өзімізге үйреншікті тілмен жоспарлау деп алдым мен. Біреу мақсат, екінші жоспар, екінші қадам. Демек, бірінші қадам мақсат, екінші қадам жоспар. Мақсатыңызға жетуге қанша уақыт керек деп ойлайсыз? Жарты жыл, 1 жыл, болмаса 5 жыл. Осы үлкен мақсат кіші мақсаттарға, яғни үлкен мақсаттың жоспары құрған кезде пункттары көп болса, қанша көп болса, соншалықты жақсы. Мәселен, адам тауға шыққанда демалмай шықса, шамалдан көп ұзаққа бармайды ғой. Шамалдан кейін беті қайтып қалады. Жаңа кіші мақсаттардың бір жақсы жері, кішкентай болса да орындалған мақсат адамға шабыт береді. Бір нәрсені істесең, бір рахаттанасың ғой біткен істен, сол сияқты. Үлгі ретінде өзімнің жоспарымды көрсетейін. Бұл миссиядан басталады. Миссия мақсатқа ұласып, жоспармен жалғасады, міне. Айталық, бірінші 5 жылдық мақсат, Шыңғыс Мұқан лидерлік орталығын 2024 жылға дейін кемінде 50 түрлі курс, 500-ге жуық мақала бар онлайн платформа жасау. Осы 6 айлық мақсаттан бастайық, 6 айлық. 6 айлық мақсат өзгерісті өзіңнен баста курсын өткізу. Басында негізі курстың аты осылай болатын, бірақ кейін қазір жетістікке жету жолдарды өзгерді. Ол аты маңызды емес, заты сол қалпында. 5 айлық мақсат тақырыптарды анықтау, Гарвардта оқыған сабақтарымды шолып шығу, әр тақырып бойынша материалдар жинау,
әр тақырып бойынша кітап оқу. 4 айлық мақсат курстың архитектурасын жасау, әр сабақтың құрылымын құру. Сосын 3 айлық мақсат SMM жүргізу, дизайнермен жұмыс істеу. 2 айлық мақсат. 2 айлық мақсат веб-сайт істеу. Міне ол істелді, сол арқылы сіздер көріп отырсыздар. Мынау 1 айлық мақсат. Студия жасау, техника алу, камера, монтажный стол, свет, микрофон. Міне. Сосын мынау тағы 1 айлық мақсатқа қосылады енді бұл да. Маркетинг, үй тапсырмаларын дайындау, слайдтар жасау, көрдіңіз ба? Міне осындайда үй тапсырмасына берейін деп отырмын. Осы мақсаттарыңыз әртүрлі салаларда, ең болмағанда бір саладағы мақсаттарыңызды осылай жоспарын жасаңыздар екінші қадаммен. Не істейсіздер? Үшінші қадам. Жоспарды орындау өте маңызды. Миссияңыз бар. Сол миссияға сүйене отырып мақсатты қойдыңыз. Мақсатыңызға қарап отырып үйде жоспарыңызды жасайсыз. Сосын оны орындауға кірісесіз. Басты мақсатты орындау үшін жасаған жоспарыңыздың әр пунктін жаңағыдай кішкентай қадамдарға, кішкентай мақсаттарға бөліп аласыз. Кіші мақсатыңыз, яғни жоспардағы пункттар смарт талаптарға сай болу керек. Сонда оларды орындау қиынға соқпайды көп. Бұл бір. Екіншіден басымдық беріңіз. Қай мақсатты бірінші орындайсыз? Бәріне бірдей үлгерем десеңіз, тауыңыз шағылып, қолыңызды бір сілтейсіз, құрсыншы деп. Сондықтан бір нәрсені мен бірдей істемей, бір мақсатты біраз жерге жеткізіп, екіншісін солай, приоритет қою керек, басымдық беру керек. Орындау барысында. Үшіншіден, мақсатыңызды қағазға түсіріп жүріңіз. Үлкен мақсаттарыңыз жазып, жапсырып қойыңыз. Күн сайын өзіңізге, есіңізге салып отырсын. Сен мақсатың мынандай еді ғой деп. Көз алдыңызда тұрсын. Төртіншіден, жоспарыңыздағы кіші мақсаттарды тым ауыр болса, оларды одан да кішкентай мақсаттарға бөліп тастаңыз. Бесіншіден, әрекет етіңіз. Ең бастысы әрекет. Алтыншыдан, әр күні кешке бүгін мақсатты орындау үшін не істедім? Ертең не істеуім керек деп өзіңізге есеп беріп, ертеңгі күндегі жоспарды жасап алыңыз. Бұл жерден чек-лист көмектеседі. Жазасыз да, орындадым, орындамадым деген сияқты. 1-2 деп жазасыз да, орындалған жаңағыдай сызып отырасыз. Жетіншіден, мақсатты орындалды ма, оны міндетті түрде атап өтіңіз. Отбасыңызбен шай ішкенде де бүгін мынандай мақсатымыз орындалды деп. Киноға барыңыз мәселен. Достарыңызға айтыңыз, қажет деп санасаңыз. Атап өту жалпы өз қадіріңді арттырады, өзіңнің ішкі эгоңды арттырады. Мен мақсатты орындадым деп. Келесі мақсатты бағындыруға үлкен қуат береді. Міне, осы 4 қадамды мақсат қоюдың айтып өттік. Енді бүгінгі өткен сабақтарды есте сақтау үшін әрі қарай осы мақсат қою, мен жұмыс жасау үшін үй жұмысын берем. Үй жұмысы сабақта өткен бүкіл принциптерді, негізгі ұстанымдарды бекітеді. Бірінші үй тапсырмасы, отбасыңызбен ақылдасып, отбасылық миссияңызды жасаңыз.
және қабырғаға іліп қойыңыз. Ертең құндылықтарыңыз бар, миссияңыз бар, жаңағындай. Сөйтіп бәрін әдемі қылып, дизайнмен жасап біліп қоюға болады. Екінші, отбасылық мақсаттарыңызды қалыптастырыңыз. Көп мәселе бойынша жеке мақсаттар отбасылық мақсаттармен бір болады. Отбасылы адамдар бір мақсатқа жұмыс жасайды. Үшінші, жеке және отбасылық мақсаттарыңыздың жоспарын жасаңыз. Миссияңыз бар, мақсатыңыз бар, енді оны жоспарын жасау керек, қалай жүзеге асырамын, не істеу керек ол мақсатқа жету үшін. Және оны смарт талаптарға сай болсын барлығы. Смарт талаптарды қайтадан естеріңізге салып жіберейін. Нақты, өлшемді, қолдан келерлік, орынды және әрқайсының мерзімі болу керек. Осымен сабағымыз бітті. Аяқталмастан бұрын бүгінгі күнді бір шолып шығайық. Бүгінгі сабақта миссиядан бастадық. Сосын миссиямызды анықтап алдық. Одан мақсатқа көштік. Мақсат қоюдың 3 қадамын жүріп өттік, жеке-жеке тоқталып. Смарт талаптарды өттік. Мақсат қою жоспарын құрумен жалғасты. Смарт талаптардан кейін мақсат қоюына екінші қадамы ғой. Жоспарын жасадық. Оны жүзеге асырғанда ойда болатын кейбір мәселелерді әңгіме еттік. Енді үй жұмысы, мен бүгін өткен сабақтарды бекітіп алыңыздар, үй жұмысын орындаңыздар міндетті түрде. Видео осында сақталады. Түсінбеген жерлеріңіз болса, көріп алыңыздар. Қайта-қайта көріңіздер, қажет болатын болса. Конспект жасасаңыздар болады. Келер сабақта эмоциялық интеллект тақырыбын бастаймыз. Адам мақсатын жалғыз орындамайды. Көп адамдардың қатысы болады бір мақсатқа. Әйеліңіз, достарыңыз, қоршаған орта, жұмысыңыз. Ал төңірекпен қарым-қатынас жасау үшін кісіге эмоциялық интеллект керек. Бір адамға сіз өтініш айтсаңыз, сол адамның орындай ма, орындамай ма сізге байланысты емес, ол адамға байланысты. Ал шынында да сізге байланысты. Эмоциялық интеллекті бар жоғары адамдар кез келген айтқан нәрсені жалпы орындалып жатады. Алдағы бірнеше сабақ эмоциялық интеллекті игереміз. Өте қызықты тақырыптар. Міндетті түрде қатысыңыздар, жіберіп алмаңыздар. Қош, сау болыңыздар.